Самырсын бальзамы деген не, оның жасау әдісі қандай, самырсын бальзамы қандай ауруға ем болады? Бұл сауалдарды білгіңіз келсе, біздің кеңеске құлақ түріңіздер. Қамырсынның дәнінен 1 килограммға 1 килограмм қант қосып, 3 литрлік банкіге салады да, үстінен 1 литр таза арақ құяды. Аузын жауып, 3 тәулік тұндырады. Осыдан соң сұйықтықты басқа ыдысқа сүзіп құяды. Орнына тағы да ақ арақты толтырып құйып, жоғарыдағыдай 3 күн ұстайды. Тағы бір мәрте осылай істейді. Сөйтіп 3 реткі сұйықтықты бір ыдысқа жинап құяды. Демек, самырсын бальзамы осылайша дайын болады. Дайын болған самырсын бальзамын күнделікті астан бұрын ас қасықпен күніне 3 реттен ішеді. Бір емделу мерзімі 21 күн болады. Бұл бальзамды осылайша үздіксіз қолданғанда көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Адамның иммунитетін көтеруге де пайдалы болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, бұдан басқа да көптеген құнды кеңестерді тыңдай аласыздар.